Кез келген адам тұлға ретінде даму үшін белгілі бір іс-әрекеттер жасайды. Бүгін сіздерге продуктивті болудың жолдарын ұсынамыз. Екінші бөлім. Сізді алаңдататын факторлардан құтылу. Алаңдау ол продуктивті болудың қарама-қарсы мағынасы екені белгілі. Оның үш түрі болады. Біріншісі физикалық, екіншісі материалдық, яғни технологиялар, және соңғысы адамдар. Қолыңызға қалам мен қағаз алып, сізді алаңдататын факторларды тізіп жазыңыз. Енді әрбіреуін жеке-жеке қарастырайық. Физикалық алаңдататын факторларға жұмыс үстеліңіздегі ұқыпсыздық немесе жаныңыздағы телевизордың қосылып тұруы жатады. Ол сізді негізгі жұмыстан алаңдататын болады. Екінші материалдық емес факторларға сіздің телефоныңызға келетін хабарламаларды айтуға болады. Сонымен қатар смартфондағы артық ойындар мен программалар сіздің көп уақытыңызды алуы мүмкін. Сондықтан жұмыс барысында мүмкіндігінше ұялы телефонды өзіңізден алыс қойыңыз. Және ең соңғы фактор ол адамдар. 5 минут қана уақытыңды алам дейтін жұмыстастарың немесе сол сияқты айналаңызда адамдар сіздерге үлкен кедергісін тигізеді. Осылайша сіздің айналаңыздағы қоршаған орта сізді белсенді жұмыс жасаудан алаңдатуы мүмкін. Сондықтан шама келгенше телефоныңыздағы артық приложенияларды кетіріңіз. Артық адамдардан құтылыңыз. Зейінді тек маңызды жұмысқа аударыңыз. Қайталанатын тапсырмаларды автоматтандыру. Соңғы 10 жылдықта технология қарқынды дамып келуде. Технология көмегімен продуктивтілігімізді қалай арттырамыз? Ол үшін күнделікті қайталанатын іс-әрекеттерімізді автоматтандыру қажет. Ең алдымен, апта сайын қайталайтын тапсырмалардың барлығын тізіп жазып шығамыз. Содан соң, приложенияларды қолдану арқылы, не болмаса өзіндік системаңызбен оларды автоматтандыруға тырысыңыз. Егер сіз электрондық таблицаларды жиілеп қолданатын болсаңыз, Zapier қосымшасы керемет құрал бола алады. Ол мыңдаған приложенияларды байланыстыратын жүздеген автоматқа ие. Жұмысты өзгелерге тапсырып үйрену. Бірнеше іс қолынан келе беретін адам болмайды. Ең бірінші, сіз қандай нәрсені профессионалды жасай алатыныңызды білуіңіз керек. Егер де жаңа қабілет үйренгіңіз келмесе, не болмаса ол көп уақытыңызды алатын болса, сол істің маманына сеніп тапсырғаныңыз жөн. Мысалы, мен дизайн жағынан әлсіз болуы мүмкін. Сондықтан маған жоғарғы дәрежеге жету үшін көп уақыт кетеді. Ең дұрыс шешім дизайнер адамды тауып, жұмысты сол кісіге тапсыру. Бірақ сіз дұрыс адам таңдағаныңызға көз жеткізуіңіз керек. Олар өз жұмысын дұрыс біліп, жауапкершілікпен орындауы тиіс. Сондықтан тек өзіңізге маңызды және керекті нәрсемен айналысыңыз, ал қалғанын басқа адамға тапсырғаныңыз жөн. Күресе білу ол процесс. Біздің өмірімізде керемет күндермен қатар сәтсіз күндер де болады. Тіпті ештеңе істегіміз келмей, тек жатып, менің өміріме не болып жатыр деп ойға бататын күндер де болады. Ол жағдай бәріміздің басымыздан өтті. Сондықтан, егер шаршасаңыз үйге ертерек қайтыңыз, тынығып, келесі күнге күш жинап келіңіз. Қиындықты қабылдай біліңіз. Стивен Пресфилд өз кітабында керемет дүниемен бөліседі. Бір күні Самурсет Моем дейтін кісіден, сіз кесте бойынша уақытпен кітап жазасыз ба, әлде шабыт келгенде ғана ма деп сұрайды. Сонда, мен тек шабыт келгенде ғана қолыма қалам алып жазамын деген екен. Және шабытым таңғы сағат 9-да келеді дейді. Кішкентай жеңістерге қуанып үйреніңіз. Мысалы 100 оқырманның қосылуы, кішігірім жобаны аяқтауыңыз және тағы басқалары. Біліп жүріңіз, сізді алға жетелейтін нәрсе ол қиындық. Және онымен күресе білу. Кез келген адам тұлға ретінде даму үшін белгілі бір іс-әрекеттер жасайды.